Жанағы хадисте Алла Тағала мінсіз таза, тек таза нәрсені ғана қабылдайды деген кезде бір кісіні мысалға келтірді дейді пайғамбарымыз сол жерде. Закара ражуля ютилу сафар. Ұзақ сапарда жүрген бір кісіні мысалға келтірді. Ашаса ағбара, шашы үйпаланған, топырақ шаң басқан үстін. Сөйтіп қиналып келіп, ямудду ядайхи иләс-сама, екі қолын көкке қарай көтеріп, Робби, Робби деп жалынып отыр дейді. Раббым, Раббым деп. Сосын пайғамбарымыз түсіндіреді. Ва матамуху харам, жеп жүргені харам дейді. Көрсеңіз, киім деген мағынаның өзінде қандай нәрсе жатыр. Жеп жүргені харам. Ва машрабуху харам, оның ішіп жүргені де харам дейді. Ва малбасуху, сол отырғандағы үстіндегі киімінің өзі харам дейді. Не ұрланған, не арам жолмен табылған ақшаға сатып алынған. Мысалы, пара алып, параға киім сатып алса, анасына киіндіріп қойса, оның бәрі харам. Міне қандай нәрселер ескертілу керек бүгін қоғамда. Жоқ бұл ескерту. Адам білмейді не болып отқан, не киіп отқан, не жеп отқанына дейін білмейді. Көрдіңіз ғой, пара әкеліп отбасын сол ақшаға тамақтандырып жатса біреу. Процентке қарыз беріп қойып, сонымен ата-анасын, балаларын ризықтандырып жатса, жаңа хадистің соңына қараңыз. Тамағы харам, сусыны харам, киімі харам, ва ғузия бил харам. Хараммен өскен дейді денесі. Сен ойла, ескерту деген мағына, Алланы ұлықта деген мағына, осы нәрселердің күллісін қамтуда. Алла Тағала қазір жалпы қағидаларды беріп жатыр. Ертең бұны Құдай қаласа иман келтіргендерге әлі шариғат қып түсіреді. Егжей тегжейлі шашып. Қазір фундаменттерді беріп жатыр. Характерлерді, мінездерді, негіздерді беріп жатыр. Ертең жаңа халал, харам деген нәрселер мысалы. Киім, киіс, жүріс-тұрыспен байланысты күллі нәрселер осы киіміңді тазаланың ішіне кіріп кеткен шариғатта. Иман мәселесімен байланысты нәрселер, ақырет, жаңағы Алла Тағалаға серік қоспау, тағы нәрселер барлығы жаңағы Роббака факаббирдің ішіне кіріп кетеді. Құрандағы күллі аяттар. Сонда жаңа хадистің соңында пайғамбарымыз айтады, енді оған дейді, фәәнна юстажабу лизалика. Ондай адамның дұғасына қайтып жауап берілсін дейді. Осындай Алла Тағала мысалдар беріп жатыр да.